қазір ғой енді мысалы инфо-цыганство Америкада тоже қаттанып кетті ғой. Бірақ инфо-цыганство болмай тұрған кезде бұл кісілер өте дұрыс не беретін ше, рол модел дейді ғой. Қай болды рол модел деген? Жоқ, рол модел деген на кого-то подражаешь, түсіндіңіз ме? Кімге ұқсағың келеді? Үлгі болған ғой, дұрыс па? Олар неге мықты үлгі болған? Олар қарапайым машина дейді, қарапайым үйде тұрады, қарапайым киінеді. Айтады, мен жататын төсегім дейді, сендердің бағасымен бірдей дейді, қарапайым магазин алам дейді. Одеть машина, бескі машина, қарапайым киім кием, магазин тамақ ішем дейді. Қарапайым. То есть бұлайтыңызда, но бизнес маған ол хобби, және тапқан ақшаны мен садақа берем дейді, charity дейді. То есть, қазір дейді, енді инфо-цыгандар келді, и жастарды, тоже американецтарды болсын, Қазақстандағы инфо-цыгандар, Қазақстанның жастары болсын, бүкіл әлемді құртып жатыр да, ақшаны жарат депші. Солай емес пе? Сөйтіп айта ма, сөйтіп айтпай ма? Ақшаны жарат да. Бірақ пайғамбардың мынандай сөзі бар, сразу бір нәрсе айтайын сіздерге. Мен айттым сізге, мен, допустим, сабақ бердік сіздерге, сөйлестік. Айттым, бірақ сіздерде фильтр болады, дұрыс па? Фильтр, өйткені мен айтатын сөзім 100% ақиқат болмауы мүмкін, дұрыс па? Ішінде бір екі шаққан момент болуы мүмкін, который мен Құранға неғылам, сілтеме бердім, дұрыс па? Қалған бәрі это не болуы мүмкін, менің бұл өмірге деген көзқарасым. Өйткені сол дұрыс па? Өте маңызды нәрсе сол деп. Соответственно, баққан кезде әр нәрседе енді фильтр болу керек қой. Әр нәрседе фильтр болу керек та, сол сияқты да. Енді бізде енді байда фильтрсіз қабылдай береді, ақшаны жарата береді. Бірақ пайғамбар мынандай сөзі бар, достар, өте маңызды. Жеке мен өзіме бұл өте маңызды нәрсе. Мен осы номер 1 деп алсам болады. Пайғамбар айтқан мынандай сөзі бар. Үнемдеген адам ешқашан кедей болмайды. Үнемдеген адам ешқашан өте маңызды нәрсе. Достар, өте маңызды. Өйткені қазір бізге заман ақшаны жарат, өзіңнен аяма деп айтып жатыр ма бізге? Өзіңді жақсы көр деп жатыр ма бүйтіп? Бірақ на самом деле пайғамбар деп тұр, үнемдесең кедей болмайсың. Берген сайын садақаң, байлығың істейді, байлығың арта береді. Түсінесіздер ма? Сен садақаны мен өзіме мінеки не алдым деп атайды, Гуччи алдым деп өзіңе садақалап айтпайсың, дұрыс па? Бауырыңа, бірінші, әке-шешеңе, туысқаныңызға, дұрыс па? Сол сияқты, go giver ғой, қысқасы әңгімесі үшін. Сол сияқты пайғамбардың сөзі, бұл не? Ол ақиқатта, оны фильтрсіз қабылдауға болады да. Сол үшін, мысалы, жеке маған өте, мен достарым да бар, қатты өз қасымда жүрген жігіттер, бәріміз бұл енді шамалы бірде ақша табамыз, олар жарата береді олар. Енді, мысалы, 4-5 жылдан кейін, мысалы, былай қарайтын болсаң, Алланың қаламы әуелі Алла, мысалы, менде мысалы 2-3 үй, 3-4 жер алып тастаған, өзімде машина, әйелімде, мен қарапайым машина, бірақ әйелімде жақсы машина алып қойдым, әйелімде деген сияқты, шылақ кезде. Барынша андай активтар бар да Алланың қалауымен. И бір кәсіптер бар деген сияқты. Ал достарым, бірге жүрген достарым, ақшаны жаратып тастайды олар. Олар обязательно Европа қыдырады, Дубай қыдырады, өйтеді деген сияқты ше, түсінесіздер ме? Ол да жақсы бар шеттен, ол да жақсы да. Бірақ баланс болу керек та, баланс. Қазір енді батқан кезде бізге, сіздерге, біздерге қазір үлкен ағаларымыз бір не сіңдіріп жатыр да, қыдыру керек деген сияқты ше. Байқап жатырсыздар, қыдыру керек да. Олда да бір не бар да, баланспен қабылдау керек та, баланспен ше. Хорошо, өйткені 2000 мен сіздерге айтайын, кім соның қасында Ескендір Бесен деген жігіт бар. Ол кісі біз кезінде жақсы араласқанбыз дос ретінде. Енді сол айтайын деген Ескендірлер мен шақырды, бірақ мен ол кезде барған кезде басқа нәрсемен бардым да. Мен ол кісілерге айттым да, сіздерде қазір ақша бар дедім да. Бұл ақшаға не сатуға болады, білесіздер ма дедім. Нацбанктан лицензия алуға болады да, страховой компанияға. Түсінесіз ба, страховой, иншуранс бар ғой. Бұл әлемде ғой, ең бар ғой, прибыльный бизнес бар ғой, сол не? Страховой ғой. Сіздің Америкада. Жоқ, мен Қазақстанда айтатынмын, Қазақстанда жалпышы. Мен айтатынмын да оған қарапайым страховой деген не болды бизнес бар ғой? Это таза математика ғой. Түсінесіздер ма? Таза математикамен сен прибыльға шығасың по-любому. Мысалы мен айтайыншы, қараңыздар да. Мына жерде қазір қанша адам бар? Мен қолмен санасам бола ма? 14 адам бар ма? 14 адам. Окей? 14 адам бар. 14 адам бәрінде не бар бізде? Машина бар дейді. 14. Бұл біздің Қазақстанның нарығы дейші, 14 адам. Условно. 14 адам, 14 машина бар, дұрыс па? И статистика бойынша
бізде сол 14 адам біреуі неге түседі? Аварияға түседі. И аварияның несі бар? Damage бар да. Damage деген шығыны бар да. Шығын қанша? Шығын, допустим, айталық. Енді условно ғой, бізде. Условно, 14 адам, 30 мың теңге дейші. Жарай ма? 30 мың теңге. Енді бұл бізде 14 адамның, 14 машина біреу аварияға түседі, дұрыс па? Бұл біздің шығынымыз. 30 мың теңге, дұрыс па? Окей? Плюс минус тағы бір шығындар бар, офис бар, анау бар, дұрыс па? Қосайық 5 мың теңге дейік, сонымен қанша болды? 35 мың болды. Енді мен аламда 35 мың алым неге бөлемін? 14 машинаға. Бөліңіз қанша болады екен? 2500 теңге болды, не болды? Бұл точка без убытка ғой. Мен 2500 страховканы 2500 сататын болсам, мен неде боламын? 0-де бол. Мен даже айлық төлей аламын, бәрін аламын, 0-де бол, дұрыс па? Мен айтамын, страховка қанша болады деймін, бағасы? 4500 да? 2000 теңге не болып тұр менде үстінен? Пайда болып тұр. Достар, мынау, қараңыздар да, менде мысалы 14 адамның біреу авария түседі деген бұл не бұл? Бұл исторический не бұл? Данный да, дұрыс па? Дұрыс па? И мен бұл рискпен есептеймін, түсінесіздер ма? Окей? И страховой компания ғой, минусқа кетіп ол өте төмен. Түсінесіздер ма? Өте төмен. Мына кімде? Тимур Турлов, мына Freedom Insurance-ны масқара ұстап отыр. Брокер менен Freedom өткен жылғы табысы 500 миллион доллар асып тұр. Это сұмдық мәселе ғой. Бұл иншуренстен емес ше бұл? Жоқ, барлығы ғой, холдингтер ғой. Бірақ ішіне брокері 200 миллион, иншуренсы тоже бір 200 миллион сондай. Негізгісі ше. Негізі лобби мықты страховканың лобби. Енді в любом случае мен айтайын, в любом случае иншуренс компаниялар өте жақсы ақша табады да. Түсінесіздер ма? Біз бір ағамыз бар, ұмыттым, Қытайдан келген кісі гранит шығарады. Кезінде елу бір зауыттың естіп пе едіңіздер? Қытайдың заводы деген, елу зауыт деген. Елу бірінші зауыт сол кісідікі болатын. Сол кісі. И ғылымханаға. Сол ғылымханаға айтады ғой, ірі бизнес дейді, ірі бизнес бар ғой, ірі бизнес бар ғой. От миллион доллар бар ғой. Айтады, ақшаны игеретін адамдар жоқ дейді ғой. Сол кісіден бар ғой, хабарласады, басқа айтады дейді, ғылымхан, саған 100 миллион доллар береміз. 0,1% аласың ба дейді ғой. Неге дейді білесің ба? Потому что мы должны планды несе қойыппыз дейді. Орнау қойыппыз да. План қояды да, осындай реальный бизнес осы ақша құй деп. Бізде реальный бизнес ірі жоқ қой почти дейді. Ужас қой. Ужас қой енді, сұмдық қой. Ойлаңызшы, 0,1%. Халыққа мысалы сен 20-30 миллион беретін болсаң, ірі кәсіпкерді алатын риск қой ол үлкен. Алатын адамдар аз дейді да, ондай рискті. И ондай бизнестер өте аз дейді да. Бірақ бізге қандай бір хикма береді, үлкен проекттерді алға қойдыр, қорықпаңдаршы. Или мен өзім мысалы, OnePost. Біз китайцтермен істегенбіз, китайцтермен. Тему білесің, Тему деген? Тему. Біз солармен бірге істегенбіз. Қазақстан бойынша 400 точка ашқанбыз. 400 точка ашып, күнделікті ашын. Ана даттау тауар көп келсе, соны игере алмайсың ғой, соны сорттап, жіберу, халықпен сөйлесу, сомдық адамдар тоқтамай звондап жатыр. Соны аланың қалауымен енді біз бәріміз кірістік, оны жүргіздік та, и 400 точка ашып тұрдық Қазақстан бойынша. Рейсқа тұрып жүріп жатқан кезде біз алты лақтырып жіберді бізді, китайцтар. Орнымызға Дунгандар да келді, басқа ұлттар да келіп отырғызып қойды. Китайцтармен Юда Экспресс деген китайский компаниядан. Соны біз Тимуда істегенбіз, Тимуда. Одан кейін, сосын біз лақтырғаннан кейін біз алда OnePost деген аштық та, OnePost. Жаңа пост сияқты алып ше. Жаңа постты айтайын сіздерге, обороты өте үлкен компания. Обороттар ше. Күнделіктік заказды, мен сіздерге айтайын сіздер ғой, күнделікті. Тоннамен санаған кезде, тоннамен санаған. Примерно 50 тонна ғой, күнделікті заказ. Күнде. Әрқайсынан примерно кемдегі 1,5 доллар табатын болса, санамда қанша шығады? 75 доллар тұр ма? Карго ма? Не болды? Қанша болып тұр? 50 тонна көбінен 1,5 долларға. 75 мың доллар күніне. Ойлаңдар, күніне. Енді 30 күнге көбейтіндер? 2,2 жаңа посттың қазір несі? Әлеуеті сол. Енді осыдан 6 ай бұрын біз енді олармен біз китайский компанияның мүшесі болдық қой. Сол кезде біз қарайтынбыз. Олар бізге бенчмарк болды. Бенчмарк деген сен кімге ұмтыласың? Бенчмарк. Олар бізге бенчмарк болатын да. Қазақтың жігіттері негізгі ортада отырған кім ғой? Жоқ, операционканы бәрін система жасап берген, ана Capital Bridge па сонда несі, ағамыз атын тұрмын. Сол кісі, ол өте қатты мықты кісі енді, олар көп оқитын, и ең қызығы, андай не емес та, мақтаншақ адам емес та ол кісі. Баласын бар ғой, баласын частный мектепке бермейді ол кісі. Доллар миллион отыр,
баласын білсе неге береді? Қарапайым мемлекетке береді. Вообще андай панты нәрсе жоқ та, ойлайсыз ба? Өте қарапайым да. Осындай адамдар біз ұмтылу керекпіз да. Построил компанию, которая не сервисный компания, мощный IT несі бар, бэкграунды бар да. Былай айтқан кезде қысқасы үлкен мақсат қойыңыздар. Құласаңдар да, бұл да үлкен бір опыт. Өте өмір осыдан тұрады өмір. Сіздің есіміңіз кім? Едіген, е? Едіге. Едіге кім деген кезде, ол едігеден кім не? Мен айттым сіздерге. Ол сумма дейді, сумма деген ол жиынтық не бол? Едігенің решениялары. Choice бар, соның бар, соның decision. Қандай не шешім қабылдады. Помните, мен сіз айттым деп қандай? А, Б, дұрыс па? Соңғы, мысалы 10 жылдағы едігенің жиынтық шешімі ол едігеді. Түсінсіз ба? Түсінсіз ба? Түрмеде отырған адам, енді бәрін айтпаймын, түрмеде примерно бір 80% ғана виноват, 20% не виноват, білесіздер ме? Ол официальный вақытын статистика білесіздер ме? Допускать сет. Элементарно, Абу Ханифаның білесіздер ме? Абу Ханифа кім екен? Кім ол Абу Ханифа деген? Ахли суннада төрт ненің мектептің бір несі бар. Масхабтың несі, есі бар пен, басы, қайда қайтыс болған білесіздер ме? Бағдатта. Түрмеде қайтыс болған. Түрмеде. Не үшін қайтыс болған білесіздер ме түрмеде? Сот боласын дейді. Қады болсын дейді. Қады деген не бұл қазақша? Қазы. Премьер-министр ғой. Премьер-министр болсын дейді. Халиф. Ол болмаймын дейді. Өйткені сен несіне, сен әділетсізсің дейді. Ол атты, онда дейді, мен сен неғылам дейді. Болам дегенше мен сен ұрамын дейді, ол түрмеге салды. Түрмеге салды да, дүреумен ұрады, күндегі 100 дүре. Ол 100 дүре деген ойланасыз ба? Кәдімгі былай. Содан байғыз қайтыс болды, сол қанша ай жатады сол ішінде. Төрт имам бір Ахмад ибн Хамбал, қайда қайтыс болған? Түрмеде қайтыс болған. Айтайын деген, Құдай сақтасын, ішінде барлығы невиновный емес деген, виновный емес, определенный пайыз бар невиновный. Но виновный адамдар айтайық, ол кім деген кезде, ол соңғы өзінің 10 жылда, 5 жылдағы несі, жиынтығының нәтижесі ғой? Шешімдерінің. Түсінесіздер ме? Сол сияқты дұрыс шешім қабылдау Алла нәсіп етсін, не? Окей. Өткен аптада біз определение өткен, определение деген, не? Ол не определение деген? Дұрыс анықтама берсең, уже сен бұл өмірге өкпелемейсің де. Бизнесті қиналмайсың да. Мысалы, бизнес любой нәрсеге дұрыс определение берсең, анықтама беру, окей? Мысалы, қараңыздаршы, допустим, бизнес деген ол үлкен стресс та. Үлкен стресс. Сен дұрыс анықтама беретін болсаң, когда ты будешь стрессовать етсең, сен айтасың, уже не будет выгорание болмайды да сенде. Определение сол тұр ғой деген сияқты да. Түсінесіздер ме? Одан кейін біз не өттік? ПТГ деген, ол ПТГ деген. Посттравматический рост. Значит, любой рост бывает после травмы, да? Любой травмы. Физический болсын, мысалы, отжимание дейді. Түсінесіздер ғой, любой нәрсе, любой рост дейді, после травмы, определенный травма дейді. Сол үшін қорықпаңдар дейді. Банкрот боласың, енді құдай сақтасын енді. Отношение жаман болып ма, қорықпаңдар. Бұдан кейін не болады? Бұны дұрыс сен ғибат алсаң, бұдан рост болады одан кейін. Маршмеллоу тест болған. Білсең, маршмеллоу тест деген не болады? Кішкентай балаларға сабырсыздығын. Сабырсыздық па? Жоқ, дұрыс. Так, айтпаңызшы не екен? Баланы неге комнатаға кіргізеді, алдынан маршмеллоу береді. Мармелад. Зефир. Соны береді айтады, егер де қазір мен келгенше осыны жемейші айтыратын болсам, саған тағы екіншісін беремін дейді. Сол бала үшін немен уақытпен сыналады ғой. Біреулер бүйт жауап бастайды, біреулер. 1950 жылдар ғой, 1950-1960 Стэнфордтың эксперименті ғой. Комнатаға бір-бірден баланы кіргізеді. Алдына зефир қойды, бір зефир қойды. Айтады, 1 сағат береміз дейді. 1 сағат. Жемесең, 1 сағат күтсең. Саған не ретінде, 30 ретінде екінші зефирді береміз де, сөйлесінде 2 зефир болды дейді. 1 сағат. 1 сағат. Одан кейін айтады, екіншісі дейді, егер сен жеп қойсаң дейді, саған 30 болмайды дейді. 91% случайда бала не істеп қойған? Жеп қойған. Аз пайыз ғана жемеген ғой. Бұл 1950-1960 жылдар эксперимент қой. 70 жылдар ма? Одан кейін 20 жылдан кейін балалар зерттейді ғой. Те, которые жемеген жігіттер успешный болды дейді. Енді оларға сол банағы эксперименттің жүргізген адам айтады, неге дейді? Успех дейді, тоже бір ғой, это дейді умение откладывать дейді. Откладывать нені? Рахаттануды. Сен мысалы жаратпау бар, мана айтып, мана пайғамбардың сөзі бар ғой. Үнемдесең не болады, ешқашан кедей болмайсың, дұрыс па? Сен не істейсің? Откладываешь неге? На
кейін екен, дұрыс па? Түсінесіздер ғой? Мына жерде сол ситуация бар ғой. Аз пайыз ғана бала сумели не істеуге? Баланың нәпсісін басып күтуге. Сол бала дейді, көбісі дейді, неге жеткен? Жетістікке жеткен да. Бұл знаменитый маршрутный тест өте маңызды нәрсе, не? Үлкен адамдар бізге қандай ғибратта? Біз қазір болды ма, соның бәрін жаратып, немесе өмірдің міне осы деп бар ғой, секірмеу керекпіз да. Умение не? Откладывать на потом. Но, батқаңызда баланс қой, в любом случае. В любом случае бәрінде баланс болу керек, бірақ баланс болу керек, баланс. Сама цель, мысалы қазір көп байқаймын да, көп. Цель қойды да, дейді, 20 елге бару, 30 елге бару, целом 10 жылда 180 елге бару, түсінесіздер ма, сондай қойды да. Сама цельдің өзі дұрыс емес те. Өйткені сізде сізде 365 күн бар. 365 күн бар. Егер сенде цель болмаса, миллиарды бизнес жасау деген сияқты да. Миллиарды бизнес. Енді сен өмірдің бір 40-50%-ын сен оған қыдыруға жұмсайтын болсаң, сен миллиарды бизнес жасай алмайсың никак. Солай емес пе, да? Мерседес білесіздер ма, қалай конкуренттарын жеңген? Бір двигатель внутреннего сгорания ғой, бірақ үнемдеу бойынша жарыс басталған ғой, жарыс бұнда қалай? Енді бәр жерде шпионаж бар, білесіздер ма? Шпионаж бар. Білесіздер ма? Любой Lexus'та Mercedes'ің шпионы отырды, анақтан бір жерде таныстар бар да, таныстар. И бәрі біледі, что не басталған? Бүкіл компаниялар бастап жатыр нені? Двигатель внутреннего сгорания, но үнемдейтін бір мотор бар ғой. Бәрі басып кеткен ғой жұмысты. Mercedes не істейді? Mercedes. Жетінші жылдар ғой. Ұмытып қалдым қай жылдар. Mercedes бітеді, мына қараңыздар. Япониядан Япониядан не ашады? Mercedes. Бір какой-то бюро ашады, бюро. Ғалымдар жұмыс жасап жатыр, дұрыс па? Мына таймзон, таймзон, уақыт не дұрыс па? Уақыт. Мына уже кеш болған кезде. Мына жерде неде Еуропаға бүкіл несін жібереді болар, ақпараттарын жібереді. Еуропада екінші бюро отыр, Mercedes-тің ғалымдары. Бұлар жұмысты бастаған кезде мына уже түн болады. Бұлар түн болған кезде, бұлар неге кімге жібереді? Америкада бір бюроға жібереді ғой. 3 жерден ашқан ғой, 3 жерден. Уақыт аз да сен. Сен өмірінің целі 180 елге қыдыру болатын болса, онда сен просто travel блогерсің да, бас. Онда сен реально миллиард бизнес құратын адам емессің да сен. Қыдыруға болады, опыт өтті, ол қыдыру деген үлкен сізге не плюс береді. Өте үлкен. Өйткені, білген адамдан сұрама дейді, көп көрген. Өте. Бірақ тоже, опять-таки, не болу керек? Баланс, Право на ошибку деген ментальный модели бар. Бағана ағамыз дұрыс айтты, и бағана біреу, кто не ошибается деді? Дұрыс па? Қалған бәрі істейді? Қателесе, дұрыс па? Ең қызығы, ментальный модель право на ошибку деген шетелде садик кезден бастап барды. И үлкен миллиард бизнеске дейін барды. А бізде ол жоқ та. Мысалы, ойлаңызшы, мектеп біз бәріміз недавно сендер мектепті бітірдіңдер, дұрыс па? 5-10 жыл бұрын бітірдіңдер, дұрыс па? Мектепте право на ошибку бар ма? Адам болмайсың сен, ошибаться етсең. Солай емес пе, де? Бұл адам сразу не да? Либо А, либо Б, да? Шығара алмадың, все, сен адам болмайсың, да? Право на ошибку берілмейді біз мектепте. Ал лучший мектептер Финляндия болсын, Америкада болсын, Англиядағы бар ғой. Америкада, мысалы, в целом паблик скулдар нашарды мемлекетінде. Бірақ элитный мектептер бар да, оларда не береді саған? Право на ошибку. Қателесу, саған былай вариант береді. Потому что не? Право на ошибку. Ошибку жасаған адам ғана істейді? Өседі. Енді мына қызға сетен сізге. Представьте, сіздер бизнес бастап жатсыз, дұрыс па? И сізде батқан кезде қайтсам болды, бір ғана шанс бар. Бір ғана шанс бар. И ықтималдылығы 50%. Ол қай сөзде? Либо бар, либо жоқ. Мысалы? 50%, дұрыс па? Ықтималық. Солай ғой, либо бар, либо жоқ. Окей? Қанша пайыз болып тұр мықты? 50%. Ықтималық то, что бұл бизнес атады.
и отпадуында 50% бар, дұрыс па? Бізде бұл бір ғана попытка дейікші, бір ғана попытка. Көп адамдар бастайды да, болмай қалатын болса, не істейді сразу? Сдаваться деді. Я попытался дейді, болмады дейді да, не істейді? Қоя салады. Солай ма? Окей. Енді қараңыздар. Ал егер оның ішінде мынандай концепция бар болса, право на ошибку. Мен өмірде мысалы мүмкін 10 рет қателессем, мүмкін 100 рет қателессем шығады. Соны бір не бар ода? Не бар? Ментальный модель бар да? Шен кетпейді. Мен қазір қателестім, тағы да бассам, қателесім, тағы да бассам, қателесім деп жатыр. Түсінесіз ба? Иә, енді қараңыздар. Екінші ода не бар қазір? Жизнь бар да? Солай емес пе де? Қанша болды ода шанс? Не? Ықтималдық на неге? На банкротствода қанша пайыз ода қазір? Мысалы қазір, чтобы қанша пайыз болды ода неге? Чтобы проиграть? 50%. Солай ма? Окей. Енді представьте, енді ода екінші рет он пытается, екінші рет. Теперь у него сколько процент бар, чтобы он банкрот болады? Банкрот болды ма? 25. Қанша? 25. Қанша пайыз? 25. 25%. Дұрыс па? Құлатыр ма? Оның ықтималдығы неге? Қайта банкрот болуға ықтималы уже азайды. Ол қайтадан берілмей жатыр да. Қанша болды? 12. 12,5 болды ма? Не себеп бар оның ықтимал, оның банкрот болуының ықтималы азайып жатыр да. Ең қызығы, право на ошибку саған не идея берді? Только не выходя из игры дейді. Сенің ойынан шықпау керек, иә. мынандай сөз бар, білесіз ма? Итерация деген нәрсе бар, итерация. Ол математиктер біледі оны. Итерация деген саны ғой. Иә. Монте-Карло деген не бар, есеп бар. Мен бір есептеген кезде компьютер өшіп қалған, компьютер есептей алмай. 100 000 сценарий десең, 100 000 сценарий. Әртүрлі ситуацияда. Курс доллар мынандай болған кезде, мынандай болған кезде, көп параметр бердім де. Есептеген кезде ана компьютер деп өшіп қалды сосын. 100 000 сценарий бар ғой, деп ше. Есептеген кезде ше. Соны компьютер есептей алмай қалды. То есть ол 100 000 не ғой, итерацияның саны, дұрыс па? Енді представьте, сенің итерацияң саны өскен сайын, сенің ықтималдық құлауың азая береді, дұрыс па? Бұл же основная мысль не выйти из игры. Дұрыс па? В каком-то моменте сенде бар ғой, ошибиться ғой, вообще уже не болады, уже быть банкротом өте аз болады да, ықтималдық. Дұрыс па? Потому что сен былай айтқан кезде, это просто таза математика, статистика ғой. Түсінесіздер ма? Иә. Көп попытка, дұрыс па? Потому что статистически ғой, сен, ладно, біріншінде сенде у тебя 50 на 50, дұрыс па? Но второй раз опять не құлаудың ықтималдығы не сенде уже азаяды. Үш рет подряд не құлауы 12%. Дальше не болады уже азаяды. Түсінесіздер ма? Сатқан кезде де отырып алып, до конца отырып, кешке дейін ұра берсең, тоқтамай істесең, сол кезде не істейді да. Басында 5 аптасынан кейін сәл өшіп қалсаң, что-то болмай тоқтап қалсаң, болды, содан кейін сата алмай қаласың ше. Сол сияқты ғой, сондай да пайдаланып қоя. Иә, самое главное, неден шықпау дейді, сосын ойынан шықпау. Игра долго. Иә, сосын иә. Өйткені бұл ғой, бұл кезде бұл бизнес деген ана, сізге егер сен опять-таки определение ғой, дұрыс па? Бұл стресс қой. Бизнес деген ол, это Дубай, қымбат сағат, Инстаграм емес қой, дұрыс па, сенің определениеңде. Егер сенің определение сол болатын болса, онда сен рассрочкада жүрсің ғой, постоянно рассрочкада. Дубайға рассрочкада барасың, сағаттың рассрочкада, там бәрі рассрочкада болады да. А сенің определениең бұл стресс болатын болса, сен онда не, ты готов неге? Провалдарға. Но сен ойынан шықпау керексің. Таза математика бұл. Pure математика, таза, дұрыс па, статистика. Солай емес пе де? Окей, енді мынаған Гипотезаның санын көбейткен сайын, түрлі инструменттердің санын көбейткен сайын, и жаңа успехқа жетудің де жолы ықтималдығы жоғарылай береді. Келмей сөз айттың, гипотеза деген. Не ол гипотеза деген? Гипотеза деген Тексеру ғой ол. Айта. 100% сен не уверен нәрсе ғой. Болжам ол. Ең қызығы, бұл кімдердің сөзі, бұл ғалымдардың сөзі, дұрыс па? Ғалым бұны білмейді, что бұл, мысалы, мына элемент маған қосатын болсам, ол бұны білмейді ол. Это просто гипотеза, ол просто көреді, болжайды да. Сосын бұл өмірде
алладан басқа ешкім білмейді не болатынын. Бәрі гипотеза. Басқаларға айтарым, любой бизнесте сол тура сіз айтқандай гипотеза ретінде именно стартаптарды сөйтіп қабылдасаң саған жеңіл болады дейді да. Өйткені сен басында оны андай сен оған уверен болмайсың дейді да. Бұл гипотеза тексеремін, егер жүріп кетсе жүріп кетті, жүріп кетпесе қатты стресс алмайсың дейді да. Өйткені сен енді мына қараңыздар, қызық нәрсе айтайын сіздерге. Мына жерде біз представьте, бізде мына жерде определенный бізде экспериментте адамдар бар. Хорошо? Қанша адам бар бізде? 10 адам бар, дұрыс па? Қараңыз, бұл эксперимент. Вот представьте, бұл реальный өмір. 10 адамда әрқайсысында бір балдан бар. Бір, жизнь ғой, жизнь. Хорошо? Окей? И бұлар не? Бұл бір-бірімен не ойнайды? Андай, тиын тұру ба? Тиын тұру шы? Дұрыс па? Қанша пайыз бар ықтималдылық? 50, дұрыс па? Шығып кетуге, или ұтуға 50% бар, дұрыс па? Түсіндір ғой, хорошо. Енді представьте, что бір-біріне қарсы ойнайды. Бәріне бір балдан бар. Бір-біріне қарсы ойнайды да. Бірінші ойыннан кейін, бірінші итерациядан кейін. Қанша ойыншы қалады деді? 5 қалады. 5 қалады дейік. Мысалы, мына екеуінде кім кетуі мүмкін? Мынау кетуі мүмкін, дұрыс па? Мынада қанша балл бар қазір? 2 бар. Мынада, допустим, мынау кетуі мүмкін, мынада қанша балл? 2. Мына жерде мынау кетуі мүмкін, мына жерде 2 балл бар, дұрыс па? Мына жерде мынау кетуі мүмкін, мынада 2 балл бар. Мына жерде мынау кетуі мүмкін, мына жерде 2 балл бар, дұрыс па? Солай емес пе, де? Бірінші мына кетіп қалды, уже они выбыли из игры. Представьте, что оларда бір ғана не болды, шанс болды, и они выбыли из игры. Енді мыналар бар, дұрыс па? Мыналар ықтималдығы қанша пайыз? Выбыть из игры қанша пайыз ықтималдылық? Жоқ. 25% ғой. Потому что екі рет подряд ұтылу қанша пайыз? 25%, дұрыс па? Вот представьте, то есть баста 50% болды, дұрыс па? Енді қанша болып тұр? 25. Ол даже қазір бір рет ойнаса да, бір рет, мысалда, мынаумен мынау ойнайтын болса да, мынау бір рет ұтылу мүмкін да? Мынада 3 мүмкін, мынада 1 болу мүмкін, дұрыс па? Қайта ойнап, қайта наурып алу мүмкін. Түсінесіздер ма? Түсінесіздер ма? Ең қызығы, определенный итерациядан кейін бар ғой, ойын тоқтамайды дейді, представляете? Мен бұны неге компьютерге салып көрдім, чат-GPT-ге салып көрдім, есептей алмайды. Определенный этаптан кейін бар ғой, бір-бірімен тас ойнайсыз, айнала береді, балалар бір-біріне беріпші. Түсінесіздер ма? Демек, сен просто екінші, үшінші итерацияңа бар ғой, сен не болсын, сен уже ойыннан вообще шықпайсың да уже. Сен уже реально бизнесмен кеттің уже. Түсінесіз ма сен? Басында анау определенный 6 ай, 1 жылдық срокты шыдап беру деген сияқты тұр ғой. Короче, мен срокты енді бір ала берді, енді мысалы мүмкін 1 жыл мүмкін, 2 жыл мүмкін, 6 ай мүмкін, 1 ай мүмкін, дұрыс па? Но ең басты сен, ең басты таза айтқандар. Мынау миға қонды ма, қонды емес па? Сен біріншіден шығып кетсең, но егер сен 2-3 итерациядан кейін сен шықпасаң дейді, сен бар ғой, уже нешеде уже таза математический ғой, сен уже ұтылу мүмкін емес дейді. Ықтималдық бар ғой, выбыть деген бар, не ол, шығып кету бар ғой, ойыннан мүмкін емес уже. Практически невозможно. Потому что балдар десейді уже бір-бірімен, жүреді, түсінесіздер ғой? Түсінесіздер ғой? Енді сен осознанно бақыңызда арақ ішіп, бітіп өзің шығып кетпесең, дұрыс па? А так, given берілген ресурстарменен и опытпенен сен уже шықпайсың ғой. И таза математически ол дәлелденген нәрсе де. 2-3 итерациядан кейін сен уже шықпайсың никак. И банкрот болуың уже ықтималдығы өте төмен де. И все, сен в игре боласың сен. Бизнестің ішінде жүресің. Түсінесіздер ма? Бұл не береді бізге? Итерацияның санын, попытканың санын арттыру ғой. Попытканың санын арттыру. Право на ошибку. Өзіңе, я же могу ошибиться. 2-3 рет деген сияқты, 4 рет деген сияқты да. Но, несмотря на это, егер қалам десең, сол ойында, 3-4 итерациядан кейін сенің бар ғой, құлауың бар ғой, практически бар ғой, 0 пайыз болып тұр да. Сен уже бизнесте жүресің ішінде. Айта алмаймын, миллиард бола ма, 10 миллион бола ма, 1 миллион бола ма, но сен уже не істенсің, выигресің ғой сен. И самое главное, сен ойыннан шығып кетпеу керексің. Окей? Ең басты айтады ғой, қызық нәрсе айтайын сіздерге. Адамның дейді, адамның иманы дейді,
енді біздің неңіз бар ғой, біздің ақидамыз бойынша, атында мынау діни басқарманың беретін ақиқатысы бойынша иман бір қалыпты дейді да. Хорошо, бір қалыпты дейді да. Өзгермейді дейді да. Енді мен діни басқарманың атында мазхабын ақидасын ұстанамын да, бірақ маған ана кімдердің атын ұмытып қалдым. Қайсы еді сол бір ғалымдардың айтуы бар. Енді ол кісі біздің ақидамызды не қылмайды. Ол айтады да, иман дейді да, күніне 40 рет ауысады дейді, 40 рет. Күніне дейді, күніне. Түсінесіздер ме? Құлап түседі да. Байқайсың ба, иногда сен мысалы YouTube көріп отырсың да, бір уағыз тыңдайсың ба, жылап жібергің келіп тұрады да, мысалы, бір 5 минуттан кейін ойың бәрі машина отырады да, сол Мерседес па, Гелендваген қарап тұрсың, осы па? То есть иманың көтеріліп, десе де сосын қайтадан, иә, то есть көтеріліп түседі да. Бірақ ең басты дейді, сен ең басты сен діннен шықпау керексің дейді. Түсіп кетсе дейді сен. То есть ойынан шығып кеткен жоқ қысқасы. Ең басты сен шығып кетіп кетсең болды да. Сол сияқты достар, бәрі определенияға енді сіздерге миыңызға байланысты, как вы определяете, ең бастысы сол ойынан шықпау деген нәрсе бар. Сосын қызық нәрсе бар, енді бұл сөз, конечно, енді шындап келген кезде рызық беруші Алла ғой, дұрыс па? Бірақ егер оны біз былай материальный мирмен түсіндіретін болсақ, мынандай бір мақал бар. Волка кормит не дейді? Ноги дейді. Қайтадан айтылайын. Волка кормит ноги дейді. Ол не деген сөз? Әрекет, движение. Түсінесіздер ме? Волка кормит ноги дейді. Сол сияқты мен баяғыдан, енді білмеймін, Алланың қалауы ғой бәрі. Баяғыдан біз үй соққан кезде, өткен кезде, бұл туысқанда үй соққан кезде бізге кімдер келді ғой? Құрылысшылар келді ғой Өзбекстаннан. Қатты құрметтеймін оларды мен. Өйткені олар маған не сияқты, қасқыр сияқты да. Олар маған гастарбайтер емес никак. Өзбекстаннан келген, Тәжікстаннан келген ше. Олар ни в коем случае олар маған бар ғой, айтып, второсорт адам емес те. Олар менің определениемді бұл өмірде, олар маған кім? Қасқыр да. Мен оларды сыйлаймын да. Олар кетті де, сыртқа ш. Вне зоны комфорта кімді асырау үшін? Отбасын асырау үшін ш. И бізге сол да жетіспей тұр да қазаққа. Ол Корея қаңғудың сөз емес бұл. Просто батқан кезде зона комфортынан шығып, әрекет қой. Сол сияқты енді біздікілер құдай сақтасын көбісіне Өзбекстанның адам гастарбайтер деп менсінбейді ғой. На самом деле келген кезде бұл өте үлкен не? Америка дейді, это страна қандай? Иммигрантов дейді да. Америка таза страна иммигрантов. Англиядан бастан кетті. Англия, Франция, Германия, Польша, Италия, Россия, бүкіл әлемнен шығып кетті да. Несі отыр? Армандарын орындап отыр, дұрыс па? Сол сияқты Америка это страна иммигрантов. И бақыңызда иммигранттың несі бар? Бір үлкен бір несі бар, атайды. Майндсеті бар да, тәуекелге бару. Рискқа бар да, үлкен рискқа бар да, рискқа. Ал үлкен рисктің артында үлкен ақша жатыр. Чем меньше риска, тем меньше не? Маған қызық нәрсе айтайын сіздерге. Мемлекеттің бағалы қағаздары бар ғой? Сатып алсаң кезде қанша пайыз береді сіздерге? Қазақстандық ма? Аха. Жылына ма? Алттан басталады да. И сол 14 дейін бар шығар, е? 14 дейін білмеймін, 14 бар ма жоқ па? Бар, е? Бұл бағалы қағаздарда, мемлекет бағалы қағаздарда, риск қанша пайыз? 0 пайыз. Неге мемлекет не тұр, не алып тұр? Төлеп береді, дұрыс па? Риск аз болғаннан кейін, пайдасы аз болып тұр, дұрыс па? Келесі, банкский депозиттар бар, дұрыс па? Каспийдікі қанша пайыз? 14 пен 17 болып кетті қазір. 17 бар, дұрыс па? Уже риск бар, дұрыс па? Он же может обогнуть, дұрыс па? Но риск по-любому аз. Бір 5-6 пайыз дейікші, е? Риск көбейді, не көбейді сразу? Доходность көбейді, дұрыс па? Доходность. Сосын ма? Окей? И так кете береді. И сосын, допустим, сендер келесіңдер де бір идеямен келесіңдер, дұрыс па? Аға, осы ақша құйыңызшы деп. Дұрыс па? И ол есептейді примерно. И ол осы ақша есептеу мүмкін. И оның қайтарымы былай мүмкін да, оның ықтималдығы жоғары мүмкін. 80% банкротство. Но қайтарым қанша болу мүмкін? Бір 100-ге дейін бар дейші. Или одан да көп болу мүмкін. Түсінесіздер ме? Бұл не көрдіңіз? Паттарын көрдіңіз? Паттарын. Сосын мынандай бар, ең соңғысы бар. Сен ақша құясың, сенің қайтарымың. Бұл ықтималдық қанша пайыз? Риск қанша пайыз?
Фин пирамида ғой, машиниктер ғой. Біз не көре аламыз, қандай траектория көре аламыз? Риск көбейген сайын не көбейеді? Пайда көбейді, дұрыс па? Пайда. Енді мысалы ең дұрысы мына жерде тоқтаған дұрыс та, мына жерде. Потому что мынау, скорее всего, не пирамида. Мынадай ақша өсу мүмкін емес. Білесіз ғой, сізге кім, қызым айтайын сізге. Қазақстанда болсын, Америкада болсын, ақша енді көп ақша кімде? Банкте көп. Банкте казначейский департамент бар. Treasury деген бар, treasury. Мысалы мен банкпын, мен қағаз шығарамын, ақша кірді ма? Кірді. Депозит неғамды, ақша салдыр ма? Ақша кірді, дұрыс па? Хорошо. И мен еще біреуге ақша кредитқа беремін, дұрыс па? Одан пайда кетті, дұрыс па? Маған ақша келіп тоқтамай келіп жатыр, дұрыс па? Солай емес пе, да? Енді мен департамент казначействоның мақсаты не? Мына ақшаны мен құю керекпін еще инвестиция. Дұрыс па? Диверсификация. Без рискті аз түрде құю керекпін. Сосын ба? Енді қараңыздар. Егер сіздерге біреу айтатын болса, ақша құй 50% дейтін болса, 50% доходность дейтін болса, ақша ең көп кімде? Банкте. Банк асыл ақша неден табады? Кредиттен табады, дұрыс па? Кредиттің пайызы қанша? 25. Ең көп қанша? 30-40 дейші, мынадан асып кетсе, оның ықтимал, что это мошенниктер не болды сразу? Қараңдар. Егер сендерге біреу айтатын болса, ақша құй, ақша құй. Ақшаның өсімі 50% дейтін болса, сен айтасың, скорее всего, бұл не дейсің сен? Мошенник дейсің. Неге? Потому что оның доходность неден жоғары болып тұр? Банктың кредитінен жоғары болып тұр, дұрыс па? Банк, ойлаңдаршы, орта 100 аналитик отыр, 1000 аналитик отыр, олар ақша неден тауып отыр? Кредиттен. Дұрыс па? А кредиттің ставкасы бар бұны 30-ақ қана пайыз. Егер мына айтқан кісінің инструменті рас болатын болса, бұлар ақша қай құятын еді ақшаны? Осыған құяр еді, дұрыс па? Мына 50% құятын еді. Түсінесіздер ме? Сол үшін бізде финансы грамотность деген ол не болды? Ең басты баланс қой, риск аппетит. Түсінесіз ба? Сені рискіні өлшеу. Түсініңіздер ғой, маған Омар Хайямның сөзі қатты ұнайды. Қатты ұнайды. Бүйтеді. Ол батыл мен орысша жазғанмын, хорошо? Орысша оқым. Омар Хайям, білесің ба Омар Хайям кім екен? Ол кім Омар Хайям? Ол еще математик болған, ол еще физик болған, еще ол кісі діндар болған адам ғой. Хорошо? Ол айтады, мына қараңыздар. Один дейді, бір адам туралы айтады, один не разумеет, чем пахнут розы дейді. Другой из горьких трав да будет мед дейді. Одному мелочь дашь, навек запомнит. Другому жизнь отдашь, а он и не поймет дейді. Один не разумеет дейді. Деген сөз түсінбейді дейді. Чем пахнут розы. Ал екінші адам, а другой дейді, из горьких трав да будет не дейді? Мед дейді. Одному мелочь дашь дейді, навек запомни дейді. Другому не? Жизнь отдашь, а он не поймет. Бұл жерде әртүрлі типтегі адамдар айтып жатыр да. Біреу дейді, датау тупой дейді, әп-әдемі иісі мүңкіп тұрған гүлді бар ғой, не иісі шығатқанда түсінбейді дейді. Бұның пайдасын көре алмайды да ол. Ал екінші адам ақылды адам не істейді? Горький трав бар ғой, жаман аш нәрсе не жасайды дейді? Балыс дейді. Ана из говна конфет құйды ғой. Сондай адам бар дейді біреу. Мына датау дебил да, дебил. Бұған бар ғой, Аллах Тағала не берген? Роза деген не болды? Ресурс қой, ресурс. Ақшаны да берген, білімді де берген, бәрі берген да. Но ол бұдан не жасай алмайды, бұдан пайда жасай алмайды, пайда. Ал екінші адам бар да, бұл да ресурс жоқ та почти, аз да. Бірақ он из горьких трав да будет мед дейді да. Из говна конфет жасады да. Енді үшінші адам бар да, үшінші адам. Одному мелочь дашь дейді, мелочь. Навек не дейді? Запомните да. Өте шүкіршіл да. Другому жизнь отдашь, жизнь. А он и не поймет. То есть төрт аққана жол. Біріншісі тупой адам, екіншісі өте ақылды адам. Мынада ресурс көп, бірақ ештеңе істей алмайды. Мынада ресурс өте аз, но содан конфетка жасады, конфетка. Мынау адамы мелочь дашь, саған аз ғана көмектеседі. Мелочь, навек запомни, өмір бақи ұмытпайды. Маған жизнь отдашь, а он не поймет, шүкірсіз.
төрт түрлі адам ғой, төрт түрлі адам. Енді алла нәсіп етсін, біз мынау ақылды және шүкіршілдің қатарында болуға алла нәсіп етсін. Иә? Мына жерде ақылсыз және ең жаман шүкірсіз болсаң, Құдай сақтасын. Кәпір деген сөз білесіңіз сіздер, кәпір? Не деген сөз ол, кәпір деген? Тағы да? Кәпір деген сөз білесіңіз ме? Кәпір деген сөз кафара деген сөзден шығады екен. Мен арабист емеспін. Кәпір деген сөз мына қараңыздар қазір көрсетейін сізге. Кәпір деген сөз, кафара деген сөз негізі егінші деген сөз білдіреді. Егінші не істейді? Егінші. Оларды дәнді не істейді? Егетті. Бетін не істейді? Топырақпен жабады. Бұл процесті арабша кафара дейді. Хорошо? Енді бұны арабистер жақсы біледі. Мен просто Нұғман Әлихан деген кісі бар, өте мықты. Сол кісінің, ол кісі арабист лингвист еще. Араб тілін бар, кәдімгі майна жазып түсіндірді ол кісі. Ең қызығы, ол кісі Арабияға барып араб тілін үйретеді ғой, араб тілін. Өзі Америкада тұрады өзі. Еще американец, араб емес өзі еще, пакистанец. Ол айтады, бұл дейді егінші деген сөз дейді. Ол егінші не істеп берді, мынаны дәнді екті, үстін не істеді, үстін топырағын жапты дейсіз ба? Кәпір деген сөз дейді, ол дейді, мынау дән исламды көр дейді, ақиқатты. Оны алды жапты да, бетін жауып қойды, өзі қабылдамайды, басқа біреу көрмесін дейді ол. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, Иблис ақиқатты көріп тұр, дұрыс па? Бірақ оны істеді оны? Өзі қабылдамады және де? Түсінесіздер ме? Сосын пайғамбардың жаулары бар ғой, олар бәрі не дейді, Құранда дейді, олар сені пайғамбар екеніңді біледі дейді, дұрыс па? Олар бәрі біледі дейді. Бірақ не істеді? Не істеді мұны? Мұны жауып тастады да. Олар сол үшін кәпір болды. Ең қызығы дейді, мына нәрсе маған қатты, мен айттым саған, бұл шетелде аңғалдым түнде айттым саған, қатты маған әсер етеді. Мынандай нәрсе бар, қараңыздар. Белис дейді, белис. Белис не бұл? Иман. Иман, сенім, и не бар? Безбілік. Күпірлік бар дейді, күпірлік, кәпірлік. Енді Нұғман Әлиханның айту бойынша, сол қаман айту бойынша, күпірлік дейді, это производный дейді. Ол не сөз производный деген сөз? Ол туынды, ол негіз емес. Негіз не дейді бірінші? Белгілік. Ақасы адам кәпір болады қашан дейді. Сен бірінші несе көресің сен бірінші? Сені көресің бірінші. Сосын сен несе көресің сен оны? Жоқ, қабыламау көресің. Көшеде жатқан Игорь или Юра бар ғой, арақ ішіп жатқан ше, ол кәпір бола ма екен? Кәпір бола ма ол? Жоқ, егер де ол бірінші сенсе, а ол сенбесе, ол телевизордан көрсе, мұсылмандар терроризм көріп жатса азынан кешке дейін, ол қабылдамақ қой, так-то излақ, так-то, дұрыс па? Ол этап өтпеген. Значит, ол мынау бола алмайды екен, қайсы. Түсінесіздер ме? Ол кісі не болады? Фитра адам болды, фитра деңгейде болды. Фитра деген не ол? Қияметте Алла тағала тағы бір сынайды да оларды. Сынайды? Тағы бір сынайды оларды. То есть бұл бізге не берді? Кім айтады? Хамза Юсуф айтады, бұл бізге элитарность бермейді дейді, элитарность. Не ол элитарность деген? Біз ғана жанаққа түсеміз деген. Қалған бәрі кәпір, біз ғана мұсылман деген сөз. Өйткені бұл кімнің қасиеті бұл? Еврейдің қасиеті. Еврей не дейді? Еврейлер? Біз ғана избранный. Біз ғана түсеміз жанаққа, сендер бәрі не дейді? Тозақ дейді. Ал настоящий мұсылмандар не дейді? Ғалымдар айту бойынша жоқ дейді. Кім біледі? Кім түседі дейді? Кім түседі дейді? Алла ғана біледі дейді. Ал жатқан Игорьді түсіп кетуі мүмкін. Ал қари тозаққа түсуі мүмкін. Не үшін? Ниет, мен бұны не үшін айтатырмын да банаға? Омар Хайямның сөзі ғой банаға. Другому жизнь отдашь дейді, а он не? Он не победит, ол өте шүкірсіз да. Енді осы жерден әңгіме айтқан нәрсе, кәпір деген сөздің екінші мағынасы бар екен. Шүкірсіз. Жестко ма? Шайтан не болды дейді? Кәпір болды дейді. Дұрыс па? Ол на самом деле Аллаға серт келтірген жоқ, дұрыс па? Ол просто шүкірсіз болды. Инна шайтан кәна деген болды деген сөзді етістік қой. Инна шынында, инна шайтан кәна кафур дейді, кәпір болды деген сөз. Бұл жерде мағынасы не деп айтады екен? Шүкірсіз. Енді жесткий сөз. Білген адамға бұл маржан. Дұрыс па? Білмеген ашыны боздық қой. Сол сияқты шүкіршіл болу деген, шүкіршіл болу өте не үлкен қасиет, өте үлкен қасиет. Сол достар,
негізі ең маңыздысы бизнеске келген кезде ол не болды бүгінгі сабақ право на ошибку, ойыннан шықпау. Өте маңызды, хорошо? И ол математически доказано. Мен сіз қызық нәрсе сіздерге. Мен как финансист ретінде и бизнес бақыңда практика ретінде еще, и теоретика и практика ретінде айтамын ғой, Америкадағы любой бизнес бар ғой, ғылыммен байланыстырылған ғой, математикамен. Любой ғылым. Сатуда олар айтады да, егер дейді сен бір рет сатсаң дейді бір адамға, елдарға бір рет саттым міне, елдардың дейді екінші рет сатып алу ықтималдығы өте аз дейді. Бірақ ол екінші рет алатын болса тағы да үшінші рет алу ықтималдығы не істейді уже артады дейді, үшінші рет артады. Үш рет алғаннан кейін төрт рет алса дейді, ықтималы артады да, ары қарата дейді ол уже байланып қалды дейді. И бұл математикамен дәлелденген де еще. Сол үшін бір адамға төрт рет сатып алу болады ма екен сіздер? Сосын ретеншн не ол ретеншн деген? Стап қалу. Біздікілер алай ғой, біздің кәсіпкерлер алай ғой, таргетқа миллиард ашып қойып береміз да, новый адамдар ала береміз ғой, новый. Спам. Они покушаются на чем? На ком? Соны сап қалады да, и ол сарафанный радио ғой еще ол. Айта береді де. Ол салып қалған адам, сосын ба? Түсінесің бе? Шетелде бизнес математикадан айырылмайды. Ол деген сөз, мен сізге математика оқу деген сөз емес. Просто бақыңызда оқу керек қой бізге ше, бәрімізге ше. Хорошо? Бізге қазір Қазақстанда бизнес тек қана Инстаграм шешіп қойған ғой, Инстаграммен. Жігіттер бұл уақытша нәрсе. Бұл не? Уақытша нәрсе. Неге теңін қараңыздар? Не көп тұрсыздар? Бриллиант пен су, қайсы бағалы? Түсінесіздер ме? Аз. Бол, бар болғаны. Оның құны жоқ қой, оның құны нәрсе емес қой. Имеется в виду ана не пайдасы жоқ та. Ақша жағынан құнды да, бірақ ана value жағынан вообще ноль ғой, ноль. Даже тас сияқты емес қой даже. Но аз болғаннан кейін, бұл ағылшынша scarce дейді, scarce. Шектеулі болғаннан кейін бұл өте қымбат та. Су. Өмір ғой бұл су деген. Сіз білесің бе? Алла тағала айтады, бүкіл тіршіліктің бәрі неден шыққан дейді? Судан дейді. Ғылым оны сол үшін қазір Марстан су іздеп жүрген, дұрыс па? Бұл Құранда уже жазылып қалған нәрсе, бәрі судан шыққан. Енді неге ол арзан тұрады су? Көп. И еще біз ойлаймыз, не то что көп ойлаймыз, біз не ойлаймыз, шексіз ойлаймыз. Өйткені буланады, қайтадан жаңбыр түседі, дұрыс па? Шексіз. Миымызда не тұр ол? Abundant. Бітпейді деп ойлаймыз да оны. И осы парадигма бізге не береді? Құн береді, құн. Енді представьте, миыңда сақтаңдар, енді біз айтайын. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Мұхтар қазір Сахарада жүрді, Сахара. Шөл деген ой, 2 күн су ішпеген. 2 күн су ішпеген. Адасып қалған ғой шөл, Мұхтар. И алты Қайсар алдан шығады. И Қайсарда не бар? Су бар ғой. Мынау айталық $1000 дейік. Мынау $10,000 дейік. Мынаны айталық $20,000 дейік. Енді Қайсарда су бар да. Қайсарда 5 не бар? Стакан су бар. 5 стакан су бар. Мұхтар, бір баклажка стаканда қанша бағалайсың? Сен 2 күн су ішпегенсің сен, ойлайсың. Бұл ойын ретіміз реально эксперимент ретінде қараңдар, оны жарема. Хорошо? И сен реально сен сол ситуациядасың. Су ішпегенсің 2 күн. Мұхтарда примерно білсе қанша ақша бар? $20,000 бар. Қанша бересің? Мыңнан бастайсыз ба? Қанша? Мыңға бермейді ол? Құнын қойған. Қара, мыңға бермейді ол, сатпайды мыңға. $50,000 менде $10,000 бастайды. Жоқ, сен $10 бермейсің сен. Сен бір баклажканы айтасың да, $20,000 дейсің. Сен несі аласың ба? Аласың, по-любому аласың. Стакан судың құны қанша болып тұр? Хорошо. Енді қара, қыл іштің дұрыс па? Екінші стаканның бағасы қаншаға бағалайсың сен? Екіншісі 10-ға сәттер. Түсіп тұр дұрыс па? 10-ға түсіп тұр. Дұрыс, шөл басылып жатыр. Уже сен уже примерно 3-те қанша бағалайсың енді? Ары, 4-те аласың ба, алмайсың ба уже? уже Уже болды уже. Оның құны уже 0 болды. Түсінесіздер ме? Байтқан кезде ана не басында скарс болды, ода жоқ болғаннан кейін оның құны көп болды да. Дұрыс па?
уже көбейіп ол ана несін қандырғаннан кейін су көбейіп жатыр дұрыс па, уже сатып алады дұрыс па, оның несі құны не істеп жатыр, түсіп жатыр дұрыс па. Қызық нәрсе айтайын сіздерге. Қазір әлі соцсеттің заманы дұрыс па. Қазір сен подписчик жинасаң болсаң үйтеміз сен ашта аласың дұрыс па. Гарри Вайнарчук білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? Вайнар бе деген бар. Көте мықты кісі. Мықты кісі. Сол айтады да, осы ол айтады азған уақыт қалды дейді. Скоро дейді, подписчик деген бар ғой, блогер уже ойнамай қалады дейді. Подписчиктің саны бар ғой, уже ойнамай қалады дейді. Неге? Көп кетеді. Түсін? Нарықта бәрі, мысалы, бәрі айтпай қой, көбісі блогер кететін болса, оның құны есейді уже. Басында осыдан 2-3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын ол қатты дұрыс па, қатты бағалы дұрыс па? Әлі бағалы, но уже түсіп жатыр дұрыс па, уже түсіп жатыр. Но ол айтып тұрды, скоро кетеді оның бәрі. Өйткені нарық не болады, баланс болады дейді, баланс. Түсінесіздер ме? И ол бітеді дейді ол. Соцсеті бітпейді дейді, әр адам уже чисто контентпен алады дейді, контентпен. Сенде 10-ақ қана подписчик болуы мүмкін дейді, бірақ контент өте пайдалы болатын болса, құн дейді, пайдалы нәрсе дейді, пайдалы ақпараттар дейді. Ну просто тупо подписчиктің саны блогер дейді, ол бітеді дейді, ол гайнер. Неге? Таса математика дейді. Мынау деген не қылады деді? Кривая бар ғой. Сол сияқты достар айтайын деген көп оқиық деп айтпайын, оқиық бірге бәріміз. Әр саланы, хорошо, діннен болсын, бизнестен более андай реальный кейстарды оқып та, автобиографиядан гөрі сол да жақсы бар ма? Құдси хадис бар. Құдси хадис не екенін білесің ме? Не ол? Алладың сөзі. Иә. Оның дәрежесі почти Құран сияқты дейді да. Хорошо, бірақ ол Құран емес. Окей? Ол былай айтады да. Куллу бани адама деген сөз. Хаттауна дейді. Кулли бани адама айтыңдар. Кулли бани адама ол не? Күллі адам баласы хаттауна деген сөз. Ва хойру хаттауна. Соның ішінде қайырлысы. Тауабуна. Бәрі қанша кетті дұрыс па? Қате жасау деген не ол бізде? Табиғатымызда бар. Бірақ сен тәубе жасасаң не болсын сен? Ең лучший болсын. Understood? Жақсы. Ассаламу алейкум.